Сақ болыңыз, әлемде жаңа вирус белең алды. Ковидтің бұрын соңды болмаған штамы ақшта дендеп барады. Қазір Азияның бірқатар елінде де вирус жұқтырып, ауруханада жатқандардың қатары күн сайын көбеюде. Әсіресе Гонконг пен Сингапур, Қытай және Таиландтағы жағдай алаңдатарлық. Кеселі көбейген мемлекеттердің клиникаларында бос төсек орында қалмай барады. Көрші Ресейде де осы дертке 4 пациенттің шалдыққаны айтылуда. Ал Сингапур билігі қоғамдық орындарда маска тағуды қайта ұсынды. Дәрігер ғалымдар коронавирустың бұл түрі бұрынғыларына қарағанда жұқпалырақ дейді. Негізі NB181 штамы алғаш рет биыл қаңтарда Қытайда анықталған. Бұрынғылары сияқты жеңіл өтіп жатқанымен таралу қарқыны өте жоғары көрінеді. Джон Хопкинс университетінің жұқпалы аурулар жөніндегі сарапшы дәрігері Амеша Адалияның сөзінше, жаңа штамм белгілері бұрынғы SARS-CoV-2 нұсқаларымен ұқсас, яғни науқаста құрғақ жөтел болып мұрны бітеледі. Дене қызуы көтеріліп, тіпті қалтырап әлсіздік сезіну мүмкін. Пациенттің тамағы ауырады, сай-сүйегі сырқырайды. Көп жағдайда науқастар ауруды үй жағдайында жеңіл өткереді. Симптомдар әдетте бір апта ішінде өздігінен жоғалады. Мүмкіндігінше демалу мен көп сұйықтық ішу жеткілікті дейді мамандар.